6 ғасыр бұрын бір адам аспандағы жұлдыздарды қолмен санаймын десе, енді бірі 1000 аурумен шайқасудың жолын ойлап тауып, үшіншісі үйден шықпай жаңа құрылғы ашады. Ойлаш, ол кезде интернетте, ChatGPT де, GPS де болған жоқ. Сонда қалай дейсің ғой? Оны қазір айтып береміз. Бұл видео ертеректе әлемді өзгерткен Орталық Азиядағы ең ірі 5 жаңалық туралы. Жұлдызды қалай санайды? НАСАның штаб пәтерін немесе Google'дың кеңсесін елестет. Суперкомпьютерлер, роботтар, телескоптар 15 ғасырда Самарқандағы Ұлықбектің обсерваториясы дәл сондай технологиялық орталық болған. Ұлықбек Әмір Темірдің немересі, ерте жастан билеуші атанғанымен саясат пен әскери жорыққа қызықпаған. Өйткені ол жұлдыздарды бақылағанды ұнатқан. Осы сүйікті ісіне бола Ұлықбек Самарқанда өз заманындағы ең ірі обсерваторияны тұрғызады. Ол жерде үлкен секстант болған. Секстант күн, ай және басқа да аспан денелері көкжиектен қаншалық биік орналасқанын анықтайтын құрылғы. Ол не үшін керек дерсің? Мұндай мәліметтер болмаса уақытты дұрыс есептеп, күнтізбе жасай алмайсың, кеңістікке бағдар жасап, бағытыңды айқындау мүмкін емес. Міне осылайша Ұлықбек басқа ғалымдармен бірлесіп, жұлдызды аспанның дәлме-дәл картасын сызып, 1 минутқа ғана қателессе де жылдың ұзақтығын анықтаған. Сонымен бірге жер осының көлбеу бұрышын есептеп шыққан. Ал ол кезде оның қолында телескоп та, компьютер да болмаған еді. Ауырмаудың жолы. Ауырғанда себебін интернеттен іздейсің бе? Ал 11 ғасырға тап болсаң қайтер едің? Ол кезде саған сол заманның ауру туралы анықтамалығы керек болар еді. Атауы дәрігерлік ғылым ережелері. Оны жазған дәрігер, ғалым, мұсылман әлемінің ең мықты философтарының бірі Ибн Сина. Батыстағылар оны Авиценна деп атайды. Ол Бұхарада өсіп, Иранда, Хорезмде жұмыс істеген. Ибн Сина адамдардың ем іздеп бақсы балгерге, дүмшелерге жүгінетініне ашуланады. Сөйтіп, медицина туралы үлкен оқулық жазып шығуға бел буады. Ол грек, үнді, парсы және араб дәрігерлерінің еңбектерін зерттейді. Ақырында оның еңбегі Еуропадан бастап Қытайға дейінгі елдің дәрігерлері 600 жыл бойы қолданған маңызды энциклопедияға айналады. Ибн Сина не жаз дейсіңдер ме? Мысалы, жақсы ұйықтап спортпен айналыс деген. Уланып қалмас үшін суды қайнату керек дейді. Бір қарасаң бүгін бәрі белгілі нәрсе сияқты, ал ол кезде нағыз жаңалық болған. Ғалым шешек, оба, тырысқақ және басқа да көптеген ауруының белгісін сипаттады. Сондай-ақ 2600 дәрілік зат туралы жазған. Ибн Сина тіпті аурулар өте ұсақ организмдерден пайда болады деп болжаған. Бұл болжамдар 800 жылдан кейін микроскоптың көмегімен расталды. Қиын есептерді қалай шығарамыз? Сендердің ChatGPT қолданғандарың осы адамның арқасы. Жоқ, ол OpenAI негізін қалаушы емес. Біз 9 ғасырдағы ғалым Әл-Хорезми туралы айтпақпыз. Ол Хорезмде туғанмен өмірінің көп бөлігін Бағдадта өткізген. Өйткені осы қалада бас зерттеу орталығы орналасқан. Әл-Хорезми есеп жүргізу үшін әуелі 0-ден 9-ға дейінгі сандарды пайдалану керек екенін дәлелдеген. Бұл сандар Үндістанда пайда болған. Содан кейін барып адамзат 10, 100 және 1000 сандарын пайдалана бастайды. Осының бәрі Әл-Хорезмидің арқасы. Ол тіпті квадрат теңдеулерді қалай шешуге болатынын сипаттаған. Бұның бәрі Әл-Хорезмидің математика кітабында жазылған. Кітаптың аты Китап Әл-Джебр вәл Мұқабала. Осы атаудан алгебра сөзі шыққан. Бұған ChatGPT-дің қатысы қанша дерсің? Осы кітаптың арқасында адамдар есепті белгілі бір ережеге салып шешуді үйренді. Сөйтіп, ғалымның есімінен алгоритм деген ұғым пайда болды. Қазіргі заманғы компьютерлерде, тіпті ChatGPT де дәл осы алгоритмдермен жұмыс істейді. Жаңа құрлық қалай ашылады? Жер біз ойлағаннан үлкен болсашы. 11 ғасырдың басында бір ғалым үйінде жатып осындай шешімге келеді. Ол математика, география және логиканы зерттеп, жер бетінде біз білмейтін тағы бір алып құрлық барын түсінеді. Ғалымның аты Әл-Бируни. Ол 11 ғасырдың басында қазіргі Түркменстан аумағында өмір сүрген. Әл-Бируни көп жыл бойы географияны зерттеп, 70 ірі қаланың нақты координатын анықтаған. Тіпті жердің шеңберін есептеп шығарған. Тек 17 шақырымға ғана қателескен. Осының бәрін істеп жүріп, ол Евразия жер бетінің 5-тен 2 бөлігін ғана алып жатыр. Олай болса қалған бөлігі бос болуы мүмкін емес деген қорытындыға келеді. Содан Әл-Бируни ғаламшардың келесі жартысында өзі өмір сүрген құрлық сияқты табиғи күштердің арқасында пайда болған тағы бір үлкен құрлық бар деп болжайды. Ол жерде адамдар өмір сүруі мүмкін деп санайды. Өйткені климаттық белдеулер жердің барлық аумағында қайталанып отырады ғой. Ең ғажабы, ол қателескен жоқ еді. Әлемді қалай түсінеміз? Әдетте ғылыми жаңалық дегеніміз қандай да бір мәселені шешу үшін құрылғылар ойлап табу. Алайда біз сөз қылып отырған ғалым ерекше нәрсе, ойлаудың жаңа түрін ойлап тапқан. Оның есімі Әл-Фараби. 10 ғасырда өмір сүрген ғалым. Қазіргі Қазақстан аумағындағы Отырар қаласында туған орта ғасырдағы әйгілі ғұламалардың бірі. Шығыста оны Аристотельден кейінгі екінші ұстаз деп атаған. Әл-Фараби өзіне мына әлемді түсіну үшін оны қалай зерттеу керек деген ғылымның басты сұрағын қояды. Оның ойынша әлем дегеніміз хаос пен кездейсоқ жаратылыс емес, керісінше
керісінше белгілі бір тәртіпке бағынатын күрделі механизм. Ал әлем заңға бағынатын болса, оны ақылмен, логикамен және бақылаумен зерттеуге болады. Міне осылайша Әл-Фараби ғылымды пәндерге бөледі. Бүгін бізге бәрі белгілі сияқты. Алайда 10-шы ғасырда бұл нағыз революция еді. Әл-Фараби ғылым дәлелге сүйену керек деген айтқан. Негізінде біз ғылыми әдіс деп жүргенімізді әлде қашан осы ғалым айтып кеткен еді. Ғылыми әдіс болмаса, қазіргі ғылымда, университеттерде жүйелі оймен жаңалық ашқан, әлем мен адамның келешегін өзгерткен ғұламалар да болмас еді. Бұл қалам балам, шығарылымдарды үзбей көріп, білмегеніңді үйрене бер. Кім білсін, ертең сен де тарихта қаларсың.